Түркістан қаласындағы орталық Қазпоштаның артында ақылы автотұрақ орналасқан. Алайда еш сапасы жоқ автотұрақта көптеген заңсыздықтар орын алуда. Жерде Байсал Керім әкімшілігі сол кісілердің меншігіндегі жер ма? Иә. Қашаннан бері жұмыс істейді? Біраз болды. Қанша біраз? 2 жылдай болды. 2 жылдай, иә? Мына жерде ешқандай жағдай жасалмаған стоянкада. Стоянка тас өседі. Тас төседі, иә? Сіздер чек бересіздер ма? Иә. Қандай чек бересіз? Түсірмей қойса бағып жұмыс. Жоқ, болмайды ол. Біз түсірмесек болмайды. Ол қандай чек? Фискальный чек. Фискальный чек? Кассовый аппараты қайда? Касса аппарат өзінде. Өзінде. Мынадай чек береді екен. Фискальный чек дейді, кассовый аппараттан шыққан бірақтан 300 теңге дейді. Жау керек. Ал басқа қандай аппараттан? 200 теңге сосын? Болды. 500 теңге де бар ма? Жоқ. 200-300 теңге Иә. иә? Соға айтып отырмын осы. Керімжан, иә. Кім? Фамилиясын білмейсіз ба, Керімжан? Жоқ, білмеймін. Керімжан аты. Өзі фамилия. Мақұл, жақсы, рахмет. Иә. Онымен қоса автотұрақ айналасы санитарлық талапқа тіпті сай болмай шықты. Айналасы толы дүкен, бірі балық сатса, бірі асхана ашып отыр. Бірақ ешбірінде санитарлық тазалық сақталмаған. Ал тіпті бірі ішімдік сатумен айналысып отыр. Оларда ішімдік сатуға лицензия бар ма, жоқ па, оны да білмедік. Құзырлы органдардан осы істі заң шеңберінде қадағалауға алып, барлығын стандартқа сай етіп жасайды деп үміттенеміз. Бұл жайтты өз қадағалауымызға алып, құзырлы органдардың шешімін сіздерге жеткізетін боламыз.